анау физический трудтан түнгі 12-ні жұмыс істеймін шын айтқан кезде. Күнделікті. Үлкен ағаларды, көкелерді ешкім танымаймыз. Ондай. Өз еңбегіңіз таза. Ондай ешқандай айтқан кезде банкир ағамыз жоқ. Сонда ай-май 90 миллион ақша біз төлеуіміз керек болды. Көзімнен бір капля жас кетіп отырған аяқта. Ассаламағалейкум, қарапайым миллиардерлерім. Және де Кит бизнес қауымдастығының кәсіпкерлері. Бүгін бізде Кит визит Баунер компаниясы Бауыржан мырзаға келіп тұрмыз. Қош келдіңіздер. Бүгін ала жазса Бауыржан мырзаның зауытын көреміз. Іштен және де бізде Бауыржан мырзамен сұхбат болады. Олай болса кеттік Бауыржан мырза. Ал құрметті ағалар, сіздер қазір Баунер компаниясына келіп жатсыздар. Бізде көріп тұрғанда әлі құрылыс жұмыстары аяқталмаған. Біздің шын айтқан кезде бағана енді құрылыс саласында істейтін ағалар өздері біледі ғой. Мердігеріміз асфальт төсейтін кішкене аяққа төсемепті. Көріп жатырмыз андай-мындай әлі жұмыстар бітпеген. Негізі срогі бәрі қойылған еді. Жарайды. Бүгін міне бізге электролизный завод деген бар Павлодарда. Первичный чушка шығаратын. Именно чушканың первичный ең айтқан кезде качествосы жоғарысын біз осы Павлодардан алып келеміз. Міне бүгін фура келді. Қазір балалар оны разгружать етеді. Бұл бізде литейный цех бар. Литейный цехта осының бәрін балқытамыз. Осыдан біз одан кейін полуфабрикат жасаймыз столбылар. Одан кейін уже профиль шығаруға жібереміз. Негізі біздің компания Баунер, негізі оны Алматыда ешкім білмейді. Неге өйткені біз Астананың бір 65%-ның фасадный подконструкция дейді ғой. Соның 65%-ның өзіміз рыногын алып отырмыз. Бізде объект енді білмеймін, 2022 жылы 1 миллион квадратный метр фасадный материал саттық, және оны проектировать етіп, авторский надзор жасадық. Бүгін бұл айтқан кезде көп жұмыстың бәрін негізі тоқтатыпты, өйткені мына жерде печкалар бар ғой. Печкалар 600 градуста, 800 градуста, 1000 градусқа дейін балқиды. Одан өте үлкен ыстық жүреді. Сосын екінші мына жерде бізде покрасочный линияны ремонттап жатқан адамдар бар, орнатып жатқан, анауны ремонттап біз бәріне бүгін айтқан кезде техникалық үзіліс дейміз. Сөйтіп выходной бердік. Сіздерге алғашқы шашуыңызбен келейік деген ниеттемін. Сіздерге заводтарыңызға Алла тағала берекетін берсін. Рахмет, рахмет. Сізбен біргеміз, кәсіпкерлер. Бұл жерде неге біз оны өзімізше ұрындап завод деп шегді айтатынымыз, өйткені бір шын айтқан кезде біз тай-тай басып, бұлай кішкентайды қадамдармен осы дәрежеге жеттік. Сол себепті бізге бұл ыстық, біз оны бағана үлкен заводқа да ауыстырмаймыз. Шын айтқан кезде бағана айтып кеткендей, ешқандай Аллаға шүкір басымызда қарызымыз жоқ, кредитіміз жоқ. Бұл айтқан кезде өзіміз жайлап қана сол барымызды жамап жасап жатқаннан біз оны завод деп өзімізше айтамыз. Негізі кейбіреулерге ол цех болып көрінуі мүмкін. Мына жерде бізде қазір покрасочный линия, осының несі басталып жатыр, установкасы басталып жатыр. Бұлай өтейік онда сразу. Міне 2 күн бұрын мынау бізде печь гомогенизации дейді. Үлкен оборудование келді, 4 контейнер болып. Олай қарасаң кіп кішкентай сияқты. Ол мынау астына бәрін фундаментін дайындап қойдық. Осы жерде осы оборудованияны бұйырса Қытайдан бір аптаның ішінде бағанағы соны жинайтын мастерлар келеді. Сол себепті осының бәрі пока осылай разобранным виде. Біз өзіміз жинаймыз, бірақ солардың бұл айтқан кезде нұсқауы бойынша. Мына жерде печь гомогенизация. Негізі алюминиевый завод деген кезде елдің бәріне бір-ақ нәрсе келеді. Андай. Бір неден печкадан, грубо говоря, экструзия, бір ғана оборудование. Негізі мына жерде бір 5-6 оборудование бар. Мына жерде бізде литейный цех. Негізі литейный цех деген кезде негізі бүкіл жерде қап-қарада литейный цехтар болады. Неге өйткені ол түтінмен жұмыс істейді.
Бұл жерде осы 2 печка 5 тоннадан 2 5 тонна 10 тонна көбейтілген отызға айына 800-900 тонна осы жерде полуфабрикат шығарамыз. Қазір оны көрсем, қандай полуфабрикат шығатын. Бізде бұл жерде бағанағы айтып кеткендей біз Европа нарығына шығу үшін бізге условия қойды олар. Қандай условия? Ол бұл айтқан кезде экологияға зиян келмеу керек деген. Сол себепті бізде қазір мынау вентиляцияның жұмыстары болып жатыр. Негізі көбінде бұндай нәрсені дополнительно көп қоя бермейді, бірақ біз соған бардық, біз соған шығындалып жатырмыз. Үлкен ақшаларға біз осы вентиляцияны қойып жатырмыз. Бұл айтқан кезде первичный сырье 80% қоссақ, 20%-дай біз вторичный сырье қосамыз. И шын айтқан кезде көбісі оны дұрыс түсінбейді да, первичка деп айтқан кезде. А біз бағанағы сол европалық мамандармен сөйлессек, біз вторичка қосамыз десек, олар айтады, ол вообще қуанып жатыр олар. Бізге 50%-қа дейін қосыңыздар деп жатыр. Біз таң қалып қалдық, неге деп сұрасақ, сөйтсек ол жерде бағанағыдай экологияға заточенный болғаннан кейін, олар наоборот сол отходтардың бәрін жинап, оны балқытса, ол наоборот переработка болып, ол экологияға қатты зиян тигізбейді деген посылмен, олар сондай бізге, грубо говоря, не айтып, олар бізге айтып жатыр, оны да қалай тазартуға болатын көп несін көмектесеміз деп. Ана көрдіңіздер ме ортасында форматор, сол астына 12 метр тереңдікте. Сол жерден мына столбтар шығады. Мына столбтар, бұл столбтар, осы столб, бұны біз полуфабрикат дейміз, болмаса бағанағындай оқ дейміз ба, тағы да басқалай билет деп айтады, столб деп айтады. Бұл не үшін керек? Бұл келесі печкамызға, келесі экструзияның оборудованияға осында кіретті қызып, осынан арғырай экструзия шығу үшін керек нәрсе. Келесі біздің линиямыз, бұл бағанандай көбісі білетін основной линия, бұл линия экструзия деп аталады. Осы жерден бағанағы біздің столбтарымыз кіреді, печте 450 градуста қызады, мына жерге түседі, одан ұзынан бір 40 метрдай профильдар шығады, анау линиямен бірге. Бізде қазір көріп тұрғандай, кейбіреу енді құрылыс саласына, кейбіреу басқа саладан болғаннан кейін өздеріңіз ұстап көрсеңіздер болады. Міне осы алюминиевый профиль, осыны біздің Баунер компаниясы өзіміздің брендинг. Осы профильдарды өзіміз шығарып жатырмыз. Қазір Алматыда бір-екі проектінің материалы болу керек. Ахмет біледі оны точно. Мынау просто крашенный болғаннан кейін бұл бізде алюминиевый витраждарға. Ал фасадқа келген кезде ол не крашенный жүреді, ол таза алюминий, оны боямаймыз, ешқандай обработкадан басқа өтпейді. Ал именно витража осы крашенный. Бізде тағы да покраска цех бөлек бар. Кішігірім, бұл айтқан кезде 1000 квадрат жерде. Біз сол покамес енді уақытша сол жерден краскілеп, мынау оборудованиеміз біткенше сол жерден краскілеп жатырмыз. Осы біздің өнім, осы ертең анау көріп отқандай бизнес-центрлар болсын, Есентай сияқты зданиялар болсын, осы профильдардан алюминийнан құралады, бекітіледі, содан кейін одан сыртынан стеклопакеттер салынып жиналады. Өзіміздің бір стиліміз бар. Не соқсақ та өзіміз әдемі қылып соққуға тырысамыз. Өйткені мен жақсылық ағам қайда? Міне, ағам айтады, Бауыржан, не істейсің мына жерге мынандай, не істейсің ананы мынаны деп сұрақ қояды. Бұл производственный жер, андай, мындай. Мен айтам, бірақ аға біздің ерекшелігіміз сол болсын. Біз кішкентай нәрсе соқсақ та біз оны стильді түрде әдемі қылып соққымыз келеді. Мына көріп тұрған біздің осы Ақмарал қуанышында біздің мамамыз генеральный директор отырады, жақсылық ағамыз отырады. Кішкентай офис соқтық осы жерге. Кішігірім әдемі болсын, таза болсын, өзіміз келгенде приятно болсын деп гүлімізді егіп, газонымызды егіп. Бұнда көп адам отырмайды, бір 5-6 адам отырады шығар, 5-6 адам отырады бізде осында. Столовый, общежитие, душевой деген оның бәрі баға біз заводымыздың ар жағында. Кронштейн, удлинитель, міне в основном бізде шығаратын осы профильдар ғой. Осы профильдарды өзіміз шығарып штамповать етеміз. Мынау бекітетін кронштейн. Как раз ана екінші этажға көтерілсек, бір қырын әлі бітірмеген ғой, как раз сол жерде сіздерге көрсетемін. Бұл жаңағы шығарғанда қабырғаға бекітетін нәрсе. Иә, бұл 30 метр болып шығады, ұзындығы 36 метр болып шығады. Сосын оны 6 метрдан кесеміз. Сосын мына стамповочный оборудованиеміз бар басқа цехта. Сол жерге апарамыз, осындай кусок қып кесеміз, оны және штамповать етіп тастаймыз. Сосын бұны уже бағанағындай неге береміз. Бауыржан мырза, жалпы
заводыңызды аралап көріп жатырмыз. Керемет. Енді масштабтарыңыз жақсы. Жалпы осындай бір деңгейге жету сізге қалай қиындыққа шықты ма? Қалай жолдарыңыз, өзіңіздің бір өмір жолыңызбен бір бөліссеңіз? Анау айтады ғой, ер жігітке қиындық полезно дейді ғой. Менің ойымша ол нәрсеге енді көзім жетті. Біз қазір қиындық болса, ура деп қуанатын болдық. Өйткені сол қиындықтан, сол бір кризистан бізде білмеймін, соны бір жеңу үшін біз максимум үлесімізді қосамыз, ақылдасамыз. Бізде өте біздің бір ерекшелігіміз, біз командамыз основной составты мен осында алып келген жоқпын. Алматы, Астанада основной состав бар, топ менеджмент дейді ғой. Бәріміз ақылдасамыз, бірдеңке болса бәріміз отыра қалып ақылдасамыз, шай ішеміз. Сол ақылдасудың арқасында күшті бір туындылар шығып жатады. Даже мына осында бізде қызмет ететін жұмысшы жігіттермен болсын, бағанадай столовыйда тамақ ішіп отырып ақылдаса береміз. Олар өз ойын айтады, не жетіспейді. Өйткені біз басқалай қараймыз, мына костюм шалбар киіп, біз басқалай ойлаймыз, олар басқалай ойлайды деген сияқты. Сол себепті қиындық болса, шын айтқан кезде қуанатын болдық. Өйткені оның артында бір жетістігі, бір жемісі бар сияқты. Біз 2023 жылы айтып кеткендей, біздің застройщиктарда ақша болмай қалды аға. Сіз түсінесіз ғой, продажа болмай қалды. Сол кезде біздің компаниямызда 70 квартира бартермен алдық. 70 квартира, 1,5 миллиард ақша бізде замороженный болып тұрды. Соны 5 ай бойы біз риэлторлар арқылы 15 риэлторский компанияға бердік. 5 ай бойы сатамадық. 5 ай сатамадық. Бәрі бізге айтады, ренжімеңіз, қазір кризисті түсінуіңіз керек, 1-2 жыл күтуіміз керек деп. Бізде де өзіміздің обязательствомыз, бізде де сырье сатып алуымыз керекпіз, ананы бүйтуіміз керек, жұмысшыларға ақша төлеуіміз керекпіз. Сол кризистан біз шығу үшін Турмат деген компания создавать еттік. Ол недвижимостьпен айналысатын супермаркет. Біз соны 2 ай раскачивать етіп, ең мықты маркетолог, ең мықты таргетолог бүкіл мамандарды жинадық. Өзіміздің офистан ашып, және де бағанағы қойған руководитель Серік сұрайды, қалай біз таныстырамыз клиенттерге деп сұрап атады. Біз застройщик емес, біз үй соқпаймыз. Біз болмаса агентство вторичка сатпаймыз, біз первичка сатамыз. Мен айттым, біз ештеңкені, бизнес ол тек қана, бұл айтқан кезде, анау адал кәсіп дейді ғой, шындықтан тұрады деймін да. Давай Серік, біз ешкімге онда ештеңке айтпаймыз. Біз каждый берген, даже біздің неге Инстаграм сайтқа кіріп тыңдасаңыздар, біз сол жерде айтып түсіндіреміз. Біз осындай жұмыстар жасаймыз, застройщикке, содан ол кісілер бізге квартирамен береді. Сол квартираларды біз сіздерге реализовать етеміз деп, біз кәдімгідей ашық түсіндіреміз. Қазіргі қоғамда мәнісін айтып, әдісін айтпайтын, былайша айтқанда білімдері көбейіп кетті. Сол қазіргі біздің ізімізден ерген бауырларымыз үшін осы жолымызды көрсету. Кәсіпті ашу қаншалықты қиын, немесе қаншалықты жеңіл екенін айту үшін өзіңізбен осы айдарымызды жалғастырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Алла разы болсын сізге. Жалпы сізге қояр сұрағым, жалпы осы завод ашу және де өндірушіге айналу қаншалықты қиын ол? Біз негізі бұл айтқан кезде трейдерство дейді ғой, сол саладан бастадық қой. Енді инженерный өзіміздің ойымыздағы заттарымыздың бәрін қағазға сызып, соны біз сата бастадық. Содан кейін бір уақытта өндіріспен айналысқымыз келді. Тоже бұл айтқан кезде кризистан келді ғой деймін бізге сол. Біздің басқа компаниялар бағаларын көтерді, содан біз конкурентоспособность түсіп қалды, содан өндіріске бет бұрдық. Енді өндіріс саласы біздің бағана алып сату саласынан қарағанда білмеймін бір шамамен бір 10 есе қиын. Өйткені ол өндіріс деген оңай нәрсе емес екен. Машақаты деген өте көп. Сосын басында біз қазір 2-3 айда бәрін қырып жоямыз, жасап тастаймыз деген ойлар болған. Бұл айтқан кезде өндіріспен айналысып жатқанымызға 2 жыл болды. Көріп тұрғандай біздің қазіргі өндірісіміз заводымызға келіп тұрсыздар.
бұны соққанымызға 1 жыл уақыт өтті. Сол себепті ол өте үлкен еңбек, өте үлкен ресурс, білім талап етеді. Өндірісте одан кейін мамандар, мықты мамандар. Біздің өндірісімізде Қазақстанда шын айтқан кезде бұндай мамандар өте аз, тапшы. Біз Ирактан алып келгенбіз. Ең бірінші 2021 жылы Ирактан алып келдік мамандар. Одан кейін қазір бізде түрік мамандар жұмыс істейді деген сияқты. Соған қастарына, түрік мамандардың қастарына өзіміздің қаракөз бауыр қазақтарымызды қойып үйретіп жатырмыз. Біз, допустим, ол кісіге былай айтқан кезде айлығы $10,000 болса, соның қасына 2 қазақ бауырымызды қоямыз, жас балаларды қоямыз, тез ұқсын, губка сияқты сіңірсін. Жастары қанша бір 20-21-дегі 2 баланы қоямыз. Біздің жұмысқа алған кезде де ол шеттен келген маманымызға талап қоямыз. Не только біздің өндірісімізді дұрыстап беріңіз деген. Біз айтамыз, біздің жас мамандар, ізбасарларымыз бар, соларға үйретіңіз, осы специалистер жасайық деп, сол бойынша сол просто одан объем требовать етіп, болмаса тағы жұмыс требовать етеміз, және де обучение требовать етеміз. Машалла, енді сіз кәсіпті бастадыңыз, қазір өндірушісіз, оның алдында және өзіңіз айтып жатырсыз, басқа бір салада болдым деп. Бірақ та оғанға дейін өндіруші емес кезіңізде, жай бауыржан кезіңізде есіңізге түсіріңізші. Мысал үшін жас күніңізде осы кәсіпке кім бейімдеді сізді? Енді қазіргі тілмен айтсақ, маған наставник деген бір күшті ұғым сөздер бар ғой, ұстаз қазақша, наставник болмаса трендовый сөздер. Негізі ол біздің ең алғаш біздің ұстазымыз сол әкеміз болды. Сол бағанағындай, сол кезде, ол кезде мен былай айтқан кезде, жұмысқа келген кезде менің жасым 13 болған. 13 жаста бастадық. 13 жаста біз жұмыс бастадық. Көбісі ойлайды бізді бір 2 жылда қырып жойды деген сияқты. Негізі оның бәрі 13 жасымызда басталған еңбек. Енді көбісі ойлайды ғой, ана жақта біреу берді, фотосын салып қойды, жасап кетті. Айтқан кезде үлкен ағаларды, көкелерді ешкім танымаймыз. Ондай өз еңбегіңіз таза. Ондай ешқандай айтқан кезде банкир ағамыз жоқ. 2005 жылы біздің үйде бір кризис болады. Шын айтқан кезде әкемнің 2 бүйрегі отказ береді. Сөйтіп әкеміз бағана Астанада жұмыс жасап жатқан жерінен, біз Қапшағайдың тұрғынымыз, негізі Қапшағайда жүрдік. Сонымен әкеміз келеді, сонымен әкеміз емдей бастаймыз. 1 жыл уақытымыз әкеміздің еміне кетеді. Сол кезде былай айтқан кезде қаржы бәрі бітеді. Анамыз, біз әкеміз жақсы жұмыс істегеннен кейін бір семьяны асырайтын болғаннан кейін анамыз жұмыс істемеген. Сол себепті әкеміз бізді шақырып, біз 4 ағайындымыз, ағам бар, 2 қарындасым бар, сол ағам екеуміз шақырып, мен енді осындай жағдай болды, Алланың сынағы деп. Сонымен бізді өзім істей алмаймын ештеңе, маған 1 килограммнан артық зат көтеруге болмайды деп түсіндірді бізге. Сол кезде мен мектеп оқимын, ағам 1-ші курс студент. Сол екеумізге гаражға апарып, осы жерден бір нәрсе кәсіп жасаймыз деп. Қапшағай кішкентай ғана қалашық ол кезде. Сөйтіп бағанағы пластиковый окна дейді, пластикалық терезелерден бастадық. Соның кішігірім бір кішкентай ғана станоктарын алдық. Мен әлі суммасын білем, бір 30 мың теңгенің станогын алдық қой. Ол кезде шуруповерт деген өзі 5-ақ мың теңге тұратын. Сосын енді минимальный, бұлай жақсы станоктар айтқан кезде енді. Ол кезде де профильмен істедіңіз бе? Иә. Бірақ пластиковый профильмен істедім. Пластиковый профиль. Терезе, иә. Бірақ ұзындығы 5 метр, ені 3 метр гаражда, 4 этаждыға дейін терезе жасайтынбыз, ағам екеуміз. Мамамыз бар, әкеміз бар, әкем ақылын айтып тұрады, мамамыз бағанағындай стеклонысын жуып беріп тұрады, бізге көмектесіп деген сөз сияқты. Ортақ өзіміздің семейный бизнес дейді, соны бастап кеттік. Алғаш рет 2006 жылы бастадық қой. Сонда маған былай айтқан кезде кішкене, мен ол кезде 33 оқушының ең соңғы болып тұратын баламын. Бойым да кішкентай, весім да кішкентай. Бірақ сол физический нагрузка болды маған қатты. Өйткені ол жерде үлкен ауыр терезелерді көтересің, стеклопакет көтересің. Соның бәрін көтеріп, анау бізде класстастарымыз сабақтан қашса, сабақтан компьютердің клубқа қашып, әке-шешесі немене датты, балам сабақ оқы деп заставлять етсе, біз сабаққа қашатынбыз. Сабаққа қашамыз, өйткені деген анау физический трудтан түнгі 12-ні жұмыс істейтін айтқан кезде. Күнделікті. Бір бос күні болған жоқ, демалыс деген күн болмайтын бізде. Жұмысшы жоқ қой, мен ағам екеуміз болды. Заказ келіп жатыр, істеу керек. Сабаққа барамда,
анау бағана мұғалімнің несін тыңдаймын, дем аламын ғой, шын айтқан кезде. Сабаққа барып, қандай рахат деп партада отырып, екі білегімді қойып дем алып сабаққа кірсем ғой. Қосымша десе бірінші мен баратым ғой. Әкем айтады, барма қосымшаға, жұмыс істейік дейді. Мен жоқ, мен барам, оқығым келеді, білгім келеді деп. Анау, оказывается, сондай бір қиындық нәрсе бізге де үлкен себеп болды ғой. Адамды шыңдайды, иә? Шыңдады. Содан кейін біз ешқандай былай айтқан кезде балалық шақ деп айтайын ба, жастық шақтың дискотека дейма, клуб дейма, ішімдік, шылым деген ондайды көрмей өстік. Тек қана жұмыспен, сол уақытымыздың бәрі жұмыспен өтті. 8 жылдай бағанағы мектеп оқып, одан кейін 8-9 класты бітіріп, колледжді 4 жыл оқып, одан кейін университетті 3 жыл оқып, сол аралықтағы уақытымыздың бәрі сол қара жұмыспен өткен. Ал қандай білімдер оқыдыңыз? MBA, мысал үшін, спикерлар, кітаптар деген сияқты. Осы жағынан айтыңызшы. Иә. MBA деген жоқ, шын айтқан кезде енді MBA бағанағы тренинги дейді, бағанағыдай ондай ештеңеден өткен жоқпын. Бір кітап оқыдым, соның бір 15 парағын оқыдым басын. Осы сізге көмектесті ме? Ол көмектескен, бірақ ол кітапты мен айтайын, бірақ не советую дейді ғой. Неге екенін айтып берейін. Сол кітапты оқып мен жұмыстан шығып кеткем. Сол кітапты оқып, ол «Богатый папа, бедный папа» дегеннің 15 парағын оқып мен жұмыстан 3 күнде шығып кеттім. Мен де сол кітапты оқып жұмыстан шығып кеттім ғой. Сол кітап, бірақ мен айтайын, анау жұмыстан шығаратын кітап қой. Иә, бір дұрыс айтасыз. Жұмыстан шығаратын кітап. Бір андай спелый болып тұрып, жұмыстан шығып кетсең жақсы. Бірақ анау жас жігіттерге, жас айтқан кезде енді бастап жатқан мамандарға бірінші біліміңді жинап, соның бәрін не істегеннен кейін, бірақ ондай неге шығу керек сияқты. Өйткені ананы оқып шығып кетуің мүмкінсің. Сонда бұл сіздің жетістігіңіздің бір кілті, ең бірінші Алла, және де әкеңіз, және де жүрген мына жердегі мамаңыз, иә? То есть командаңыз деп айтайын деген. Командамыз, иә. Сол команда болмаса, бір адамның жалғыз жетістікке жетуі менің ойымша қиын сияқты. Өйткені деген бізде, енді өзіміздің команда туралы айтып кетейін қысқаша. Бізде командада топ менеджмент деген бар, 8 адамнан тұрады. Сол 8 адамның, мен де сол топта тұрам, сол 8 адамның әркім өз жұмысын біледі ғой. Айта аласыз ба? Айтып берейін. Біздің бағанағы, мен өзімді соңынан айтайын. Бірінші генеральный директорымыз біздің, Ақмарал Қуанышовна деген. Ол кісінің жұмысы, бізде қазір енді біз бүгін бір производствоға келіп тұрмыз ғой. Негізі бізде қазір 8 направлениямыз бар, 8 направлениямыз бар. Соның бәрін, 8 направленияның бәрін, әртүрлі бизнес, ресторанный бизнес, андай бизнес, мындай бизнес, бәрін бір ордада управлять ету сол кісінің жұмысы тікелей. И және бүкіл финансирование қарайды. Каждый жерде не болып жатыр, қалай болып жатыр, и бүкіл бағана топ менеджменттің отчетін сол кісіге сдавать етеміз. Ол кісінің жұмысы сол. Одан кейінгі біздің өндірісіміздегі жақсылық деген ағамыз бар. Ол тек қана біздің өндірісімізге ғана жауап береді. Осы жерден жақсы качественный материал шықсын, осы жерден строго түзу, эстетикасымен бәрі связаны, бүкіл техникалық дұрыс өнім шықсын деп, ол кісі соған жауап береді. Сосын мен өзім туған ағам бар, Еркебұлан есімі. Ол бізге құрылыс саласына жауап береді. Осы заводымыздың производствосына жауап береді. Болмаса басқа да жобаларымыз бар, құрылыстағы сол жобаларға сол кісі жауап береді. Одан кейін бағанағы командамыз Ақниет деген қарындасым бар туған. Ол кісі біздің Алматыдағы филиалдарға сол кісіге жауап береді. Алматыдағы филиал, Чимкенттегі филиал, Ташкенттегі филиалымызға деген сияқты сол кісі жауап береді. Одан кейін Айдар деген жігіт бар. Ол біздегі ең Баунер деген компания ғой бізде енді. Сол Баунердің директоры. Баунердің бүкіл управлениясымен продажасына жауап беретін, сол командаға жауап беретін біздің ол Астанада. Ол Астанада компаниямыз, соған ол біздің Айдар деген жігітіміз, жас үлкен ағамыз, соған ол жауапты. Одан кейін Дидар, коммерческий директор, ол түсінікті, продажаға жауап береді. Технический директор Қасиет, начальник конструкторского отдела Данияр, сосын начальник отдел сбыта Салтанат. Бізде ол Салтанат деген 5 адамға бұл айтқан кезде татитын бір қыз бар. Тәтеміз дейміз, әпшеміз ба. Ол кісі енді біз машинада енді айтқан кезде ше. Сол себепті, сосын менің енді жұмысым бұл айтқан кезде развитиемен айналысу.
андан мындан біз қазір бағана Европаға ұстанып жатырмыз. Былай айтқанда экспорттың мәселесі бар. Жаңа завод ашайын деп жатырмыз. Бұйырса екіншісін бір сөзіңізде мен бұл компанияның посолымын деп айтып қалдыңыз, иә? Мен бұл компанияның посолымын, елшісімін, бағандай менеджермін деп өзімді таныстырамын. Келісімдерде жүресіз. Келісім, переговор, сосын мынау мировой әлемдік выставкалар болады. Айтқанда соның бәріне қатысамыз. Бірінші участник болып қатысатынбыз, енді қазір біз бұрыншы қонақ болып қатысатынбыз. Қазір енді біз участник болып қатысып жатырмыз. Бұйырса жақында Бакуда болатын строительный выставкаға өзіміздің қазақстандық өніммен шығамыз. Италияда 17 сентябрьда Мада Экспода өзіміздің қазақстандық өніммен қатысамыз. Сол себепті сол мен өзімді посол деп есептеймін. Бұл айтқан кезде сол елді аралап, сол развитиемен біздің жұмыс сода. Тағы да сұрақ сізге. Жас кәсіпкерге өзіңізден қандай кеңес берер едіңіз? Немесе өзіңізден сол жас күніңіздегі бауыржанға қандай кеңес берер едіңіз? Я енді шын айтқан кезде, сол кезде жас кәсіпкерге негізі кеңесім ол бағанай бір кішігірім ұстаз дейді ғой. Шынымен де әкесі болар, мүмкін ағасы болар, мүмкін сіз сияқты қарапайым миллиардер мұрат аға болар. Өйткені сіздің айтқан кезде мен көрдім қанша балалар тәрбиелеп жатқаныңыз. Сондай бір ұстаз керек оларға. Бұл айтқан кезде направление беретін. Сосын көбісі кәсіпкер болғысы келеді. Бізде бәріміз бизнесмен, ой, кәсіпкер, андай боламыз, мындай боламыз де. Дұрыс, бірақ та сен өзіңнің маманы болуың керексің. Өзіңнің маманы болуың керексің. Менің жасым 31-ге келсе, менің артымда 17 жыл бұл айтқан кезде тәжірибем бар. Қара жұмысшыдан бастап, осы уақытқа келгенге Аллаға шүкір, сол келген өзінің тәжірибем бар. Сол себепті бірінші очередь маман болу керек. Сен өзіңнің айналысатының нишаңдағы маманы болсаң, жайлап қалғанын бағана ұстаздар арқылы бағдармен өте бересің да. Егер сен жоқ маман емессің, жоқ мен қазір біреуден бір қарызға 10 миллион, 20 миллион ақша алып мен бірдеңке бастаймын десең, онда бағандай перегар дейді ғой. Сондайға сен сондай қауіптерге алып келуге мүмкін болады. Өйткені көп кәсіпкерге айтатын, жанып кетесің, Көп кәсіпкерге айтатын, көбісі, ой, ақша керек, кәсіп істеу үшін ақша, ешқандай ақша керек емес. Білім, опыт пен білім жинасаңыз, осы екі нәрсе сіз үшін енді, конечно, бағанағындай бір алланы еске алып деген сияқты. Сол себепті жас мамандарға осыны айтар едім, ешқандай ақшаға ештеңені байламаңыздар. Осы кәсіптің бәрін бір тиынсыз бастағанбыз. Өзіңіз бағадан бері айтып жатсыз, 7 рет үлкен кризистен өттім деп. Қатты қиналған кезде осы кәсіпті тастап кетем деген бір ойлар келді ма сізге? Келді. Ондай ойлар келді. Енді 7-еуін бәрін айтып кетсем, қазір ұзақ болып кетер, 1-2-еуін айтып берейін енді. Жақсы. Уақыт болса. Бар. Сол ең үлкен енді бір кризистің бірі 2021 жылы біздің өзіміздің алюминийдің бағасы нарықта қымбаттайды. Сол кезде біз 1 миллиардқа 25 компаниямен контрактқа отырғанбыз. Сол кезде біздің баға рынокта қымбаттап кетеді ғой. Біз договор уже жасап қойғанбыз. И сол кезде не істеймізді білмей қалдық қой. Заводтарға барсақ, ол кезде заводымыз жоқ, заводтарға барсақ, бізге айтады, міне, Бауыржан, баға жаңа обновленный баға мынандай. Біз сатып атқаннан 10%-ке қымбат екен. Не істеймін? Сөйтіп шыр айналып 7 заводқа бардым. Қазақстан жан-жақтағы. Сол кезде түсіндім. Біздің өндіріспен айналысуымыз керек екенін. Өйткені біз тәуелдіміз. Тәуелдіміз. Мен даже контрактымды ашық көрсеттім. Аға, міне контракт. Міне баға, сіз маған 10%. Хотя бы маған непредвиденный расход дегенім бар. 2%-ке осы контракттан төмен істеп бересіз, мен по нулям закрываться етсем деп едім. Бауыржан, олай жоқ, нарық осындай деп түсіндіріп берді. Сол кезде бағанағындай қатты кризисқа ұшырадық, бірақ біз бұл айтқан кезде артқа жол жоғын мен түсіндім. Артта уже кораблінде жанып кеткен. Бағанағы ақылдасамыз балалармен. Айтады, Бауыржан, айтайық, істей алмаймыз. Контрактларды қайтарайық, ақшасын жаратып жатырмыз. Мен айтамын, үйтсек қазір болды, біз ары қарай дамый алмаймыз, бізге сенім болмайды. Сол кезде бір
осы үлкен оборудование алып, енді бұл айтқан кезде $1,5 миллион. Рассрочка дей ма, қалай айтады? Кепілсіз бөліп төлеу дейді ғой. Иә, қарызға. Иә, қарызға соны алдық. Сол кезде бар жиған тергенім болатын. Бір-екі пәтерім, 2-3 машинам деген сияқты. Соның бәрін саттым. Түгі жоқ менде. Арендаға барып көштім. 2 бөлмелі үйге сол жерде арендаға 150 мың теңге жететін. Және Яндекс Таксимен жүрдім. Одан ят нәрсе жоқ. Барымды сол бір нәрсеге салдым. Предоплата, оборудованияға предоплата, сөйтіп 120 миллион теңге апарып бердім предоплатаны. Бағана примерно 600 миллионның оборудованиясы 120 миллион теңге. И сол кезде бағанағы бөліп төлейміз ғой. Ай сайын қалай айтсақ оны, қарызымыз деп па, кредитіміз деп па, 60 миллион. Тек қана сол оборудованияға төлейтін 60 миллион. Одан бөлек ол өндірісімізді жүргізуіміз керек, біз оған бір айына 20 миллион керек екен, арендасы бар екен, 12 миллион керек екен, ана барына кругом берген бір 90 миллионға жақын еді ғой. Сонда ай-май 90 миллион ақша біз төлеуіміз керек болды ғой. Сол кезде мен шын айтқан кезде енді даже командаға көрсете алған жоқпын эмоциямды, айтқан кезде. Өйткені команда маған сеніммен қарап отыр. Командаға келіп несем шын айтқан кезде барып жалғыз өзім енді ер адам болғаннан кейін сен жылағаныңды көрсете алмайсың ешкімге. Түнде бір бұрышта жылағың келеді деп айтқан кезде ол ашық айта аламын ол нәрсені. Одан қорқатын түгі жоқ. Сол кризистан өттік. Аллаға шүкір бір жылдың ішінде сол оборудованиямызды толықтай ақшасын қайтарып бердік қой. Толықтай выкупать еттік қой. Бірақ сол бір жыл енді полный стресста, полный заряженный жүріп қой айтқан кезде. Бірақ бір мен түсінгенім, еңсеңді түсірмеу керек екен. Всегда әйтеуір езімізден күлкі кетпейтін, не болса да жақсыға жоритынбыз. Негатив деген нәрсені былай алып тастадым. Тек қана алға деп, и сөйтіп Аллаға шүкір біз сол кризистан шықтық. Енді ол жетеуінің біреуі айтқан кезде. Осы кризис кезінде сізде отбасылық қолдау деген дүние болды ма сізде? Иә, әрине отбасылық қолдау болды. Бірақ шын айтқан кезде отбасыма олардың да настроениесін түсірмеу үшін білдіріп бердім. Айтпайтын, бірақ бір мәселе есіме түсіп кетті бағана. Арендада тұратырмыз кеншем екеуміз. И әйелім бір мясорубка дейді ғой. Сондай неге алыпты? Каспиретқа. Соны шай ішіп отырмыз. Мен настроением жоқ, бірақ көрсетпеймін. Үйде көрсеткім келмейді ол нәрсені. И тұрады, менде мынау 60 мың теңге жылына кредитімді қалай төлесем деп шай ішіп отырмыз. Кредитімді қалай төлесем 60 мың теңге деген кезде көзімнен бір капля жас кетіп отырған аяқта. 60 миллион да менде сонда. Бірақ оны білдірген жоқпын, айтқан жоқпын. Өйткені енді әйел адамның өзінің миссиясы бар, бала шағамыз тәрбиелеу керек, әке-шешемізге қарау керек деген сияқты. Ол нәрсені мен айтқан жоқпын, былай жайлап сол жүріп қойсын, бірақ сол нәрсе есіме түсіп тұр қазір. Кәсібіңізге берекет. Отбасыңызға әрқашанда бақытты бола беріңіз. Сізге жаңағы біздің қазақымыз үшін, қазақтың жастары үшін үлгісіз. Енді осындай бір жақсы нотамен сөзімізді аяқтайық. Сізге рахмет айтамын осындай бір сұхбатқа келіскеніңіз үшін, кәсіпкерлеріңізді бір шақырғаныңыз үшін.